Қайырлы күн, менің есімім Сандуғаш. Мен MLM саласының топ-лидері және маманы боламын. Және бірнеше видеолар тізбегін қолға алайын деп отырмын. Маған көптеген сұрақтар келіп түседі. Соңғысы былай болатын. Менің айналамдағы адамдар өсіп жатыр. Болмаса ана адам келді, менімен бір айда қатар келді, ол өсіп жатыр. Болмаса спонсорым өсіп жатыр, мен неге өспеймін деген сияқты сұрақтар келіп түсті. Мен сіздерге айтайын. Сіз сөйтіп ойлайсыз, бірақ сіз басқа нәрсені ойламайды екенсіз. Ол адам, өсіп жатқан адам, сізге қарағанда мүмкін сіз әлі сетевойдың иісін сезбей жүрген кезде, сетевойдың не екенін білмей жүрген кезде, ол адам деген қаншама встреча жасаған, қаншама шыжыған ыстық күнде борша-боршасы шығып, листовка таратқан адам шығар, қақаған аязда далаға шығып, біреуге барып, талтаңдап, каталог апарып, маркетинг планды көршісіне жүгіріп барып, көрсеткен, мыңдаған встреча өткізген адам шығар, офлайн встречалар өткізген адам шығар, қаншама сізге қарағанда мыңдаған сағатын осы сетевой маркетингке арнаған адам шығар, қаншама презентация берген адам шығар, ол қаншама дегенің встречалар, яғни онлайн встречалар өткізген адам шығар. Ол қаншама миллиондаған голосовой жіберген адам шығар, басқа адамдарға, мысалға біз рекрут жүргізіп жатқан кезде, иә? Вот сіз соны ойлаңыз одан да. Енді өзіңіз ойлаңыз. Меніңше қызғанғанның орнына, одан да сіз сол адам сияқты, сол жаңағы көптеген встречалар ұйымдастырып, опыт жинап алуыңыз керек. Сіз дегенің ол адам сияқты мыңдаған сағат голосовой жаңағы жіберіп, мыңдаған сағат тәжірибені жинап алуыңыз керек. Соны қуып жетуіңіз керек. Әйтпесек, бүгін жасамасаңыз, иә, қазір жасамасаңыз соны. Егер де тағы да, ой, анау мынандай, мынау мынандай деген сияқты отмазкаларды өз-өзіңізге айта беретін болсаңыз, просто ему повезло деп ойласаңыз еще, онда білесіз ба, онда сіз ертең барасыз да, сетевой маркетингтен кетіп қалған адамдардың, неудачниктердің ортасына барып қосылып кетесіз. Ал повезло деген болмайды. Ой, анаған повезло, конечно, оған просто повезло емес. Ол значит, действительно, тәжірибелі адам. Сізге қарағанда тәжірибесі көптеу. Сізге қарағанда 5-6 сағат болса да, сізге қарағанда көбірек жұмыс істеген адам. 10-15 сағат болса да, сізге қарағанда көбірек голосовой жіберген адам, көбірек онлайнда отырған, көбірек рекрут жасаған адам болуы мүмкін. Дақ сізге қарағанда оның опыты көбірек болуы мүмкін. Сондықтан да оның қолынан келеді, ол сізге қарағанда сіз ойлағандай тез өседі, сіз жай өсіп жатырсыз. Одан да өзіңіздің энергетикаңызды ішіңізде өртеп баратқан, қызғанышқа жұмсағанша, кітап оқуға жұмсаңыз ана адам сияқты, видео қарауға, өзіңді шыңдауға бағыттаңыз ана адам сияқты. Кейбір адамдар бүйтеді, ой, что в ней такого? Ол деген не дұрыс киінбейді, не дұрыс сөйлемейді, бірақ адамдар оған бұрқырап кеп жатады. А значит, видите, есть, значит, адамдар негізі жынды емес, олар дегенің сезеді, на энергетическом уровне сезеді, тәжірибесі көбірек адамды сізге қарағанда сезеді. Сондықтан соған барады. Сіз рекрут жүргізесіз, анда-санда бір көңіліңіз келген кезде жібересіз жаңағы өзіңіздің директке бір адамға предложениеңіз, сол кезде анау да жіберіп қалады мүмкін, иә? Сонда оның тәжірибесі көптеу болса, ана адам кімге барады? Анаған кетіп қалады сізге қарағанда. Түсіндіңіз ба? А еще представляете, сол сіз жаңағы ол дегенің тез көтеріліп кетті, екеуміз бір айда келдік, ол уже золото ашты, платина ашты деген адамыңыз, мүмкін 5-6 жыл бұрын вообще, о кезде негіз 5-6 жыл бұрын, біз онлайнда жұмыс істемейтінбіз, біз тек қана офлайнда. О кезде Инстаграм деген болмайтын, болса да, біз жұмыс істемейтінбіз Инстаграмда, ВК, Одноклассник, қиын болатын. Көп адам тек қана офлайнда. Яғни, бізді
сетевиктерді неменеге бағыттайтын, яғни листовка таратуға, соцопрос жүргізуге, остановкаларға объявление жабыстыруға. Мүмкін ол адам 5-6 жылдық, 10 жылдық тәжірибесі болса, вот ол сондай адам. Сізге қарағанда ол деген қаншама қақаған аязда жүгіріп жүріп, жаңағы тоңып, үсіп жығылып қаншама дегенің анкетирование жүргізген адам болуы мүмкін. Сізге қарағанда ол дегенің соцопрос ыстыққа деген боршасы шығып, шыжыған ыстыққа күйіп пісіп анкетирование жүргізген адам болуы мүмкін. Одан да сіз соны ойлаңыз. Және де сол адамдар сияқты тәжірибе жинап алыңыз. Күнде көңілім келсе көңілім келмес шөл емес, күнде бір какой-то бір уақыттарыңызды арнау керексіз. Главное, күнде по чуть-чуть, чем сен дегенің бір апта істемейсің, бір ай жұмыс істемейсің да, и бір күн дегенің өліп талып, таңнан кешке дейін өліп қалғанша жұмыс істегенің орнына, сіз одан да күнде, главная последовательность и стабильность. Күнде бір нәрсені істеңіз. Одан да сіз сол адам сияқты, қызғанғанша, сол адам сияқты бірнеше мың жасаған сағаттық тәжірибені қуып жетуге тырысыңыз. Сол тәжірибені жасауға. Ол адам сияқты кітап оқыңыз, ол адам сияқты жүгіріп барып офлайн встреча жасаңыз, элементарно көршіңізге барыңыз. Не бойтесь работать в холостую. Энергияны жұмсауға қорықпаңыз, өйткені сіз шығарған сайын, энергияңыз шығарған сайын сізге келе бастайды. Сөйлеген сайын сен шыңдаласың. Сосын саған дегенің адам спокойно не үшін келеді, неге? Ол өйткені сізді эксперт ретінде көреді, сізді сезеді. Мына адам мынаған қарағанда көбірек біледі деп сізге келетін болады. Сондықтан да көп деген нарабатывайте часы. Көп сағат жинауға тырысу керексіз сіз. Ана оқытушылар сияқты. Көп сағат алып алады ғой өздеріне. Мұғалімдер. Көп сағат өткізер, мен көп сағат өткізсем, көп ақша алам деп ойлайды мұғалімдер, дұрыс па? Сол сияқты сіз мына жерде көп сағат тәжірибе жасайтын болсаңыз, жинай беретін болсаңыз, сізге көп адамдар келетін болады.